Негізі рекламный кабинет дегеніміз әр Фейсбуктың өзінің бір личный рекламный кабинеті болады. Оған мысалы ана Фейсбукқа кірген кезде сол жақ Ерлан Омаров деп тұрады. Друзья, добро пожаловать. Сәл төмен түсірсеңіздер, ADS менеджер деп тұрады. Осын басып кіресіздер. Бұл Facebook аккаунтың личный дейді, өзінің жеке рекламный кабинеті. Мынаны для обеспечения цели деген кезде оқып шығасыз политика, не істеуге болады, қалай істеу керек, қалай жүргізу керек, соны принимаю деп басасыздар. Міне, сіздің личныйіңіз осы жазып көріп тұрады, осы Ерлан Омаров деген. Бұл рекламный кабинеттің өзінің мына нелері, қалай карточка тіркеу керек, настройкалар бар, все инструменты деген. Осы рекламный кабинеттердің бұл возможностьтар көп ішінде. Қалай реклама жіберген кезде әр настройкасы бар рекламный кабинеттің, қандай исключение қойса болады, қандай ограничение қойса болады, қалай жіберсе болады, одан кейін техподдержкамен қалай сөйлесуге болады, осының барлығы осы настройкада көрсетілген. Біз негізі бұл рекламный кабинеттің өзімен барынша реклама жібермеуге тырысамыз. Не себепті? Өйткені бұл сіздің личный реклама аккаунтыңыз егер банға кетіп қалған жағдайда болды, сіз бұл Фейсбукты қолдана алмайсыз. Сіздерге жаңа Фейсбук ашу керек болады. Біз не істейміз енді? Бұл рекламный аккаунт банға кетпеу үшін біз өзіміз бөлек бизнес менеджер ашамыз. Бизнес менеджер дегеніміз ол осы Facebook аккаунттың ішіндегі, былай айтқанда, бизнесқа арналған платформа деп айтсақ болады, немесе менеджер деп айтсақ болады, кәдімгі өзіміздің адамдар болады. Менеджер сияқты сол жақта бизнесқа арналған бизнес менеджер деген арнайы Фейсбуктың қарастырылған функциясы. Біз сол бизнес менеджер ашамыз, сол бизнес менеджердің ішінен рекламный кабинет ашамыз. Осындай рекламный аккаунтты. Сол рекламный аккаунтпен таргет рекламасын жібереміз. Егер сол бизнес менеджердің рекламный аккаунт банға кеткен жағдайда біздің өзіміздің личный главный рекламный аккаунтымыз тұра береді. Біз басқа бизнес менеджер арқылы, басқа рекламный кабинет арқылы Фейсбуктан реклама жібере аламыз. Өйткені ең бірінші біздің главный Facebook реклама аккаунтымыз банға кетпесе болды. Сосын тағы бір айта кететін жағдай, мынау Фейсбукқа кірген кезде, реклама жіберетін кезде бізден двухфакторный аутентификацияны сұрайтын болады. Сол себепті бағанағы настройканың ішіне кіріп, настрой конфиденциальности, осы жерде пароль безопасность кіреміз. Пароль безопасность. Двухфакторный аутентификация деген тұрады бөлім. Осыған кіріп міндетті түрде двухфакторный аутентификацияны қосып қоямыз. Өйткені таргет жіберген кезде бұл Facebook мета компаниясы Facebook бізден былай айтқанда требует етеді двухфакторный аутентификацияны қосып тұрған. Бұл жерде двухфакторный аутентификацияның үш түрі бар. Текстовый сообщение, бұл сіздің номерге сообщениеге отырады. Немесе приложение бар аутентификация арналған. Ол приложениенің аты мысалы қазір айтайын, соткаға басып алсаңыздар болады. Аутентификатор деген программаны қойып, мысалы Дарья басқан кезде өз айтады, мысалы Google рекомендуем скачать, мысалы мынандай Duo Mobile, немесе Google аутентификатор. Екі программаны орнатып алып соткаңызға, сосын сканерден оқытады. Сол кезде сізде бағана программаға осы Facebook тіркеледі. Сол программада әрдайым обновление салып тұрады. Сіз Фейсбукқа кіретін кезде, басқа устройствомен кіретін кезде, немесе сіздің Фейсбукқа басқадан кірейін деп жатқан кезде, мысалы, зом сайтындағы машина кірген, солардан міндетті түрде двухфакторный аутентификацияны сұрайтын болады. Сол себепті двухфакторный аутентификацияны қосып алу керек. Мен қазір двухфакторный аутентификацияны қосып боламын. Сканермен оқимыз. Сканермен оққаннан кейін бірден қосылады. Соны Дарья басамыз. Сол соткада тұрған кодта SMS-іне жазамыз. Болды, двухфакторный аутентификация қосылды.
Енді доходын қосқаннан кейін бізге бизнес менеджерді ашу керек болады. Бизнес менеджерді мысалы business.com осылай кірсек болады. Мысалы қазір тағы көрсін, жаңадан ашып басасыздар. Сол кезде жаңадан осылай не ашады. Бизнес менеджердің создайте бизнес профиль деп өзі сұрайды. Соған өзіңіздің атыңызды жазсаңыз болады, немесе бұл бизнес компания мен менеджердің аты. Нақты сіздің өзіңіздің атыңыз тұр. Ерлан Омаров деп мысалы менің өз атым. Мына жерде өзіңіздің кез келген мысалы БМ деп ашасыз ба, мысалы бағанағыда ЖВЛ тас деп мысалы. Мына жерге бағанағы өзіңізді тіркеген почтаңызды жазасыздар. Қазір мен почта жазайын бұйға. Өткен сол почтаға SMS келеді. Осындай бизнесмен жазған кезде бағанағы айтқан почта керек болады. Міне нерді айтып тұр. Жаңадан ашылған Facebook'қа бірден бизнесмен ашуға болмайды деп тұр. Біраз уақыттан кейін қайталап көріңіз керек. Сол себепті сіздер асықпаңыздар. Біраз уақыт өтсін, 4-5 сағат немесе 1 күн өтсін. Содан кейін бизнесмен ашасыздар. Бизнесмен осылай ашылады. Мен сіздерге менің өзімнің бизнес ашылған бизнес менеджерларым бар. Сол арқылы көрсетейін. Енді осылай ашылған кезде сіздерде бизнесмен ашылғаннан кейін осындай окошко ашылады. Настройкаға кіресіздер. Рекламный сол жағында рекламный кабинет. Сіздер жаңадан ашасыздар рекламный кабинетті. Рекламный кабинет деп тұр. Осыған басып, добавить деген бар бөлімше. Создать новый рекламный аккаунт басасыздар. Название. Часовой поиск біздікі +5 Қазақстанда, соны +5 таңдайсыздар маяқта. Бұл не үшін керек? Өйткені реклама қай кезде запусқа кеткенде және сол бір күндік отчетты бөліп отыру үшін біздің уақыт бойынша тіркеген дұрыс. Өйткені мысалы қазір маяқта таңдамасаңыздар Америка уақытын кетіп қалады. Сіздер реклама жіберген кезде қателесесіздер. Біздің сағат 9-да жіберетін екен, оларға кешкі 9-да жіберілу керек. Bir gün кешігіп отырады да. Сол себепті міндетті түрде жіберетін кезде міндетті түрде рекламный аккаунттың часовой поиск таңдаңыздар. Бізде +5 Алматы деген таңдырады. Егер сізде Алматы болмаса, Қазақстан шықпайтын болса, кез келген +5 таңдай берсеңіз болады. Мысалы, Ташкент, Екатеринбург, ең маңыздысы +5 деген часовой поиск болу керек. Валюта доллар болып тұра берсін. Далее басасыздар. Моя компания таңдайсыздар. Я принимаю деп. Осы бизнес менеджерға, осы реклама кабинетке доступ бер деп сұраймыз. Және мен осы бүткіл соглашение метаның пользовательский қабылдайын деп. Тіркелді. Тіркелгеннен кейін реклама аккаунт көрдіңіз. Жаңадан сіздерде осындай біреу болады басында. Оның названиясын кез келген ауыстырсаңыздар болады. Редактировать деп. Мысалы қателеспеген жағдайда нені. Енді бұл реклама аккаунтқа сіздер өздеріңіз карточкаңызды тіркейсіздер. Оны ол үшін реклама кабинетке кіресіздер. Немесе неден жіберсе болады, настройка реклама кабинеті, немесе редактировать, изменить центр биллинга деп. Ерке плюс аккаунты деген кезде қаншама 2 аккаунт, мен үстінде реклама кабинетті кіремін. Добавить способ оплаты. Осы жерге. Далее. Картаның сыртына тұратын фамилия, имя жазады. Номер карты. Картаның срогы. Енді артында картаның артында номер болады ғой. 3 цифр.
соны жазасыздар, соны сохранить басасыздар. Болды, сонымен карта тіркеледі. Картаны тіркелген кезде интернет арқылы ашып тұру керек. Міндетті түрде, өйткені ол действительно екенін көру үшін Facebook одақтан $0 немесе $1 шешеді, көбінесе $0 шешеді, қайтадан қайтарып береді. Егер ақша шешкен жағдайда қайтарып береді $1. Ол не үшін керек? Өйткені Facebook сол рекламный кабинетке жіберетін Facebook картаңыздың действующий, недействующий тексеру үшін. Рекламный кабинетті бизнес менеджер үшін аштық, рекламный кабинетке карта тіркедік. Біздің рекламный кабинет, бұлай айтқанда, рекламасы жіберуге дайын болып тұр. Бағана айтқанда бизнес менеджер екенін түсіндіңіздер ме? Бизнес менеджер ол Facebooktың ішіндегі бұлай айтқанда бір тармағы деп алсақ болады, бизнесқа арналған. Facebooktың ішінен ең жаңадан ашылған Facebooktарға бір бизнес менеджер немесе ары кетсе екі бизнес менеджер ашуға рұқсат береді. Кейін сіздер әрдайым реклама тоқтамай жіберіп отыратын болсаңыздар, 3-4 ашыла береді. Басында бір бизнес менеджер ашасыздар, бір бизнес менеджер үшін бір рекламный аккаунт ашасыздар. Сол рекламный аккаунттан реклама жібересіздер. Бизнес менеджердің ашқаннан кейін бағана сол контакт көрсетілген. Вкладкада business.facebook.com деген ол бизнес менеджердің URL адресі. Осында шығып тұрса, түсінбейтін болсаңыздар, сонаяқта бизнес менеджер деп кіресіздер, перейти настройки деген бар. Осы жерге кіріп, мысалы, сіздерге біреуге доступ берсеңіздер де болады. Люди деген жерде реклама кабинет, мысалы, бағана айтқандай, менде бұл бизнес менеджерден реклама жіберген, сол себепті маған екеу ашуға мүмкіншілік береді. Оны көріп, информация компанияға кірсек, сіздерде неше реклама кабинет ашылады, сол көрінеді. Менде 3 реклама кабинет ашуға мүмкіншілік бар осы бизнес менеджерде. Енді келесі сабақта бизнес страница не екенін түсіндіретін боламыз.